Сәлем балапандарым. Кәнеки, менің маңызды жаңалығым бар. Мен сурет сайысында бірінші орын алдым. Лала, мен сен үшін өте қуаныштымын. Рахмет, сұлу. Сонымен, қарандар маған не сыйлады? Вау! Жарайсың, Лала. Астарың дәмді болсын. Мен жоғарда жұмыс жасай тұрамын. Шуламаңдар, жарай ма? Жарайды, анашым. Ей, сен не істеп жатырсың? Жасылын берші. Жоқ, өзім де жеп үлгермедім. Бірақ мама астарың дәмді болсын деді. Демек бұл бәріне арналған. Бұл менің сыйлығым. Оны қашан және кіммен бірге бөлісіп жейтінімді өзім шешемін. Лала, сен не? Сараңсың ба? Мен бе сараң? Солай ма? Бұл менің сыйлығым. Сенмен мүлдем бөліспеймін. Сенімен де сұлу. Бөліспеймін. Бөлмеме барып, бәрін өзін жеймін. Ой, ыңғайсыздау болып қалды. Шынымды айтсам, мен біреуін жеп көргім келді. О, сұлу, сен ақылдысың ғой. Өз мармеладымызды жасайық. Бұл сараңмен бөліспейміз. Сосын ол мені сараң деп мазақтады. Мені де құттықтаған да жоқ. Сұлу да. Бірақ сұлу мен үшін қатты қуанды. Жарайды, мен бұған лайық екенімді өзім де білемін. Солай ғой күнім. Енді желатинді жақсылап араластырың. Енді жеуге бола ма? Әзірше болмайды. Біріншіден желатин қатып, мармелад сияқты болу керек. Қазір арнайы ыдыстарға құйып алайық. Сұлу, сен сондай ақылдысың. Бізде мармелад көп болады. Дәл солай. Бірақ мамаға бірнешеуін қалдыру керек. О, папаға да бір табақшасын қалдырайық, ол ұнатып қалар. Және ауылдағы ата-әжемізге де жібереміз, олар да қуанып қалар. Және де... Сұлу, бұл біздің мармелад. Тима, сен сараң емессің ғой? Мен... Сұлу, өтінемін, кешірші мені. Мен бағана біреуге ашуланған болатынмын. Соның кесірінен байқамай сағандай қаладым. Сондықтан, міне, менің мармеладымды жеп көр. Жоқ, оған сенің мармеладың керек емес. Біз өзіміз жасап жатырмыз. Оны өзіміз жейміз. О, Тима, біздің мармеладымыздың түсі қандай болады? Жасыл болсыншы. Бірақ бізде жасыл бояу жоқ. Мүмкін жасыл түсті қалай шығаруға болатынын біреу білетін шығар. Сондай біреу бар ма екен? Лала, сен суретті өте жақсы саласың ғой. Сары және көк түстерді араластыру керек. Сары, көк. Вау! Айтайын дегенім, күлгін жасауға болады ма? Қызыл және көк түсті араластыру керек. Осылай. Вау! Жаным, таңғы асқа не бар? О, не деген көп мармелад. Сәлем, пап. Қайырлы таң. Алақай, бәрі дайын. Лала, бізге мармелад жасауға көмектескенің үшін рахмет. Оқасы жоқ інім. Және кешір, сені сараң деп айтпауым керек еді. Жарайды. Негізі мен сенімен бөлісуге қарсы емеспін. Міне, қаласан барлық жасылдарын жей бер. Маған бір мармелад болады ма? Жоқ. Қалжыңдаймыз, пап. Тоқта, не? Жасыл алма. Оп, ұстадым. Қызанақ, шереген. Фу. Оны жеуге болмайды ғой. Айсберг салаты. Сен ойыннан шыққан секілдісің, Лала. Не? Алақай. Дұрыс істедім ғой. Айсберг деген мұзды тау. Оның несін жейсің? Айсберг деген салат. Сандырақтама. Бірінші өзің шешіп алсаңшы. Салат па, айсберг пе? Жоқ,
айсберг деген салаттың бір түрі. Домалақ, жасыл түсті. Жасыл? Иә, жасыл болса, оны жеуге болады. Шөпте жасыл, сонда шөп жейсің бе? Кейде. Жарайды, айсберг салатының жеуге болатынын дәлелдеп беремін. Өзімнің кітапханамның арқасында. Менде кез келген тақырыпта кітап бар. Қазір салаттар. Міне, айсберг салаты. Ол С, П, К дәрумендеріне бай. Оны жеуге болады деп қай жерде жазылған? Міне, қара, рецепт жазылған. Айсберг салаты мен черри қызанағын араластырып, Мен де бояуларымды қызанақпен араластыра аламын. Бірақ оны жеуге болады деген сөз емес. Расымен де. Айсберг салаты шынымен жеуге жарамсыз болса ше? жарайды. Мамамнан сұрап көрейік. Алма шырыны, май, ас жапырақ. Мам, айсберг салатын жеуге бола ма? Әрине, жеуге болады, жаным. Айттым ғой, Лала. Мам, айтшы, ал бізде әлгі айсберг өсе ме? Жоқ, қызым, бізде қыстар тым суық. Ха! Демек бізде айсберг жеуге жарамсыз. Мам, айтшы, бізде банан өсе ме? Жоқ, жаным, банан джунглиде өседі. Ананас ше? Жоқ, Онда авокадо өсетін шығар. жоқ, жаным, өспейді. Көрдің бе, Лала, айсберг салатының қайда өсетіні маңызды емес. Бастысы оны жеуге болады. Алло, сәлеметсіз бе әке? Ата! Лала, қайда кеттің? Алло, ата, сәлеметсіз бе? Мен ғой, немереңіз. Жоқ, басқа немереңіз. Қысқасы, ата, мынаны айтыңызшы. Айсберг салатын жеуге бола ма? Айсберг? Неткен айсберг? Ешқандай айсбергіңді білмеймін. Тағы да қайдағы жоқ нәрсемен тамақтандырып жатыр мені. Ей, әкең қайда? Иә, әке. Жоқ, әке. Тіпті осымен сұлу. Атамыз отбасымыздың үлкені. Ол айсберг салаты жайлы естімегенде екен. Демек, мен жеңдім. Онда сен мен ойнамаймын. Не? Сұлу? Мейлі, ойнағым келіп тұрғанымда жоқ. Сол бері түсінбедім. Айсбергті жеуге бола ма, жоқ па? Осы сұлу неге менімен келісе салмайды екен? Тима секілді. Жаным, бұл дауға басқа көзқараспен қарап көрсең қайтеді? Қалай сонда? Қалай ойлайсың? Лимоннан не дайындауға болады? Енді лимонад, лимон бәлішін, лимон қосылған шай жасаса да болады әрине. Оны салатқа қоссам ше? Не? Бірақ мам, лимонды салатқа қоспайды. Қышқыл дәмсіз болып кетеді ғой. Дәмін көр. Дәмдісің ай. Бұлай істеуге болатынын білмеппін. Онда тұрған ештеңе жоқ, жаным. Күн сайын жаңа бірдеңе білеміз. Бұл өмірде бәрін білу мүмкін емес қой. Жаңа ақпаратты қабылдау қиын болса да, кейде дәмді шығады. Солай емес пе? Айтпақшы, бұл салат Цезарь деп аталады. Оның басты ингредиенті айсберг. Жаным, бәрін тамаққа шақыршы. Сұлу, мамам бәрін тамаққа шақырып жатыр. Ол салат жасады. Айсберг қосылған. Цезарь ма? Иә, өте дәмді. Айтып берші, салат неге айсберг деп аталады? Сол бойы түсінбедім. Себебі бұрын оны мысалға жәшіктерде сақтайтын. Рас па? Рас болғанда қандай? Айтпақшы қызық мәлімет. Айсберг салатын солтүстік Америкада, Калифорнияда өсіріп шығарған. Шамамен 100 жыл бұрын. Ал қазір оны жылыжайларда өсіреді. Сұлу, қайдасың? Тима? Тима, Сұлуды көрмедің бе? Іздемеген жерім жоқ. Жоқ, жаңа кемемді көрдің бе? Әдемі. Оны суға түсіруге апара жатырмын. Жарайды, Сұлуды көрсең іздеп жүргенімді айта сал. Жарайды. Теңіз арыстаны кемесінің командасы. Дайындалыңдар. Қазір су. Сені Лала іздеп жүр. Білем, сол үшін осында отырмын. Қараш, кемем күшті, я? Әдемі. Неге тығылып отырсың? Енді бір жағдай болды. Әпкетай, желімді ала тұрайыншы? Я, ала ғой. Рахмет, қазір қайтарып берем. Жақсы.
Онда тұрған не бар? Маған ол желім өте қажет болды. Лала гербарий жасап отырғанымды көрді. Желімсіз жасай алмайтыным анық қой. Бірақ бәрібір желімді алып кетті. Өзің рұқсат бердің ғой? Иә, бірақ мұнымен әлі біткен жоқ. Сұлу, қараш, қағаздан көйлек жасадым. Әдемі екен. Бұл көйлек сырттан қалай көрінетіні қызық боп тұр. Киіп көрш? Енді кітап оқиын деп едім. Бірақ... Жарайды, әкел. Шын ба? Тамаша, рахмет Сұлу. Оған қоса, суретке түсіру үшін мамамның телефонын алдым. Сурет? Қазір сүйікті әнімізді қосам. Сүйікті? Көңіл көтереміз. Қане әпкетай, әдемі майысып тұра қал. Күшті жарасып тұр. Күлімдеуді ұмытпа. Сүйкімді. Көңіл көтеріп жатқандай тұра аласың ба? Қап, жетпеген осиет. Бұл өзі қалай болды? Лала, кешірші, өтінем. Әдейі істеген жоқпын. Кешір. Қойш, Сұлу, түк етпейді. Шын ба? Әрине. Қазырақ жөндейміз. Мәсаған, онда желімді алып келейін. Аха, мен суреттер қалай шыққанын көрейін. Лала сені сол үшін іздеп жүр екен ғой. Сен қашып кеттің. Мен суретке мүлде түскім келмеген. Енді Лалаға неге айтпадың? Айтсам, ренжіп қалады. Оған бәрін айтып беруің керек. Өзің айтпасаң, не сезіп тұрғаныңды Лала ешқашан білмейді. Кемем суға түскім келмейді десе, оны ешқашан суға салмас едім. Солай дұрыс болады. Кеттік Лалаға. О, Сұлу, осында екенсің ғой. Қане, көйлекті ки. Қалпақты да. Қане, мен қасындамын. О, қағаз. Лала, өтініш, музыканы өшіре тұрасың ба? Иә, әрине. Не үшін? Саған музыка ұнамай тұрма? Әлде мен ұнағым келмей ме? Сұлу, қара, тағы бір кеме жасадым. Маған мұндай музыка ұнамайды. Дауысы тым қатты. Көйлек киіп, суретке түскенде ұнамайды. Ұяламын. Ұнамаған нәрсемді жасағанда ұнамай. Кешір. Жарайды. Маған ренжімейсің бе? Жоқ, саған мұның бәрі ұнамайтынын білген жоқпын. Неге айтпадың? Кешірші, Сұлу. Саған ұнамайтын нәрсеңді жасатқым келген жоқ. Жай ғана сенімен уақыт өткізген ұнайды. Сұлу, ал саған не ұнайды? Енді маған гербарий жасаған ұнайды. Менің көйлегімді гербариймен әсемдегің келмей ме? Лала, табылған ақыл. Қазір келем. Бұл жолы шынымен оралам. Тамаша. Ал енді көйлегімді Тимаға кигізіп көрейін. Жоқ! Қалжың ғой, інім. Сендер аулада жүре тұрыңдар, қыздар. Аналарың 1 сағаттан кейін келеді. Жарайды, апай. Көптен бері мектепте осыншалық ұзақ қалмаған едік. Я, талай болды. Онда суретімді аяқтайын. Лала, негізі көбелектердің 2 емес 4 қанаты болатынын білушімен? Білмеппін. Ал көбелектер аяқтар мен тамақтың дәмін көре алатынын ше? Жоқ. Олардың табандарында дәм сезу рецепторлары бар. Сондықтан көбелектер бірдеңенің үстіне қойылғанда Оны жеуге бола ма жоқ па анықтай алады. Сондай-ақ олар тұмсықтары мен гүлдің шырынын сора алады. Түтікшемен ішкен сияқты. Я, бірақ қайдан? Жәндіктер мен олардың достары. Немене? Бүгін ғана осы кітапты оқи бастадым. Иә, тамаша кітап. Табиғаттану оқулығынан әлде қайда қызық. Жоқ дегенде 4 жұлдыз. Бірақ сүйікті кітабым акулалардың таңғажайып әлемі. 5 жұлдызға лайық. Сөзсіз. Мүмкін емес. Оны басылымнан алып тастады ғой. Қаласаң оқуға берейін. Әрине оқығым келеді. Рахмет. Не болып жатыр? Сен кімсің өзі? Менің атым Бота. Бота көз. Танысқаныма қуаныштымын. Танысқаныма қуаныштымын, Бота. Менің атым Сұлу. Ал бұл менің сіңілім Лала. Дос боламыз ба? Лала, мұның не? Сұлу, мүлде танымайтын адаммен қалай дос боласың? Онда танысайық. Қандай қызығушылықтарың бар? Қандай ойын ойнайсыңдар? Қолыңдағы не нәрсе? Сурет саласың ба? Көрсем бола ма? Мәссаған. Ей, қане? Не болды?
Енді ештеңе. Суретінің несі бар? Енді мұндай гүл табиғатта жоқ. Бірақ қапаланба, 3 жұлдызға лайықсың. 5-еудің ішінен. Не? Бұл мен ойлап тапқан лала гүлі. Негізі лала гүлдің түрі басқа. Оның күлтелері әлде қайда аз. Менің айтайын дегенім ол емес. Екеуің бір-біріңді дұрыс түсінбеген сияқтысыңдар. Ботаның меңсегені... Сонда менен күшті салам дейсің бе? Әрине. Мен өсімдіктану оқулығын 5 реттен де көп оқығам. Иә, сені түсіндім. Бұлай істейік. Көбелек салайық. Бәстесейік. Көбелекті кім әдемірек салса, сол жеңеді. Бәстесейік. Ой, бұл... Бітті. Мен салып болдым. Міне. Мен де болдым. Қане, көрсет. Ал керек болса... Лала, керемет шығыпты. Рахмет, сұлу. Қалай? Енді сенің суретіңді көреміз бе? Әрине. Сенімдімін. Онда айтарлықта еште? Не? Сенялар емеспін. Көбелек тірі сияқты көрінеді. Кім жеңгені түсінікті деп ойлайым. Иә, айтпаса да түсінікті. Мен. Сен бе? Жоқ, мен. Қайталай бермеш? Меніңше достық жеңді. Жоқ. Бота, энциклопедиядағы сурет емес, ең әдемі сурет жеңеді. О, Лала, уайымдама. Күндердің күнінде табиғат қиялдың көмегінсіз ақ мінсіз екенін түсінесің. Ештеңе етпейді. Бұл ажырамас достығымыздың бастамасы. Мен саған білгенімнің бәрін үйретемін. Ал әзірше лайықты 3 жұлдызыңды ал. 5-еудің ішінен. Сен менің досым емессің. Мені де, сұлуды да жайына қалдыр. Біз сенімен сөйлескіміз келмейді. Ұқтың ба? Бітті. Қай жерден тоқтап еді? Тұмсық па? Түтікше ме? Ой, не болды? Не үшін бұлай еттің? Бота жай ғана бізбен достасқысы келді. Не айырмашылығы бар? Бізге қайдағы біреудің не қажеті бар? Сұлу, қайда кеттің? Маған ботамен сөйлескен ұнады. Ол көңілді, әрі ақылды. Сондай-ақ жаңа достарын ренжітпейді. Сен сияқты емес. Бота, тоқта! Сұлу. Менің білуімше олай емес. Бота, тыңдашы. Мен біраз ойландым. Енді сенен... Лала, тоқта, ештеңе айтпа. Алдымен мені тыңдап ал. Кешірші мені. Немене? Саған бекер 3 жұлдыз қойыппын. Білесің бе, суретті бұлай бағалауға болмайды. Ол өнердің бір түрі ғой. Сабақтан кейін өзімнен басқа біреудің қалғанына қатты қуандым. Анам көбіне жұмыстан кеш шығады. Жалғыз өзімнің ішім пысады. Және бәлкім ығырларыңды шығарған шығармын. Бірақ менің суретіме 1 жұлдыз қою қисынсыз. Баға мәселесін қайта қарау керек. Бірақ уайымдама Лала. Бәрін түсінем. Жай ғана ашуға бой алдырдың. Сені кешірем. Білесің бе? Дұрыс айтасың. Ұста. 3 жұлдыз 3-еудің ішінен. Одан да көп қояр едім. Бірақ стикерлерім бітіп қалды. Менде тағы бар. Күте тұрыңдар. Қазір әкелем. Қане, маған да 1-2 берші. Маған да. Сондай қызық. Табиғат ғажайыпқа толы. Әлде біреу бәрін бүге-шүгесіне дейін ойластырып қойғандай. Бұл елесімді ештеңе бұза алмайды. Дима, не істеп жатырсың? Ақша жинап жатырмын. Қайдағы ақша? Бұл түрі жапырақтар ғой. Лала дүкенде жапырақ қана қабылдайды деді. Қай дүкенде? Лала гүлдің дүкенінде. Немене? Мәссаған! Лала, сөреңді әдемі жасап қойыпсың. Рахмет, сұлу. Дүкен ашуға ұзақ уақыт дайындалдым. Енді қолда бар тауарларының бәрін ұсынуға дайынмын. Керемет! Бұл менің шаш қыстырғышым ба? Өзімнің жүк көлігімді сатып алайын деп ем. Бағасы 100 ақша. Алыңыз, мінеки. Тоқтаңдар. Тұра тұрыңдар. Бұлай ойнауға болмайды. Неге?
Себебі әрбір жапырақ бүкіл ағаштың өмірінде маңызды рөл атқарады. Жапырақтардағы хлорофилдің арқасында ол айтпақшы, жапырақтарды жасыл түске бояйды. Көмір қышқыл газы мен су қоректік заттарға айналады. Бұл үдеріс фотосинтез деп аталады. Сол кезде жапырақтар жер бетінде Сонымен жүк көлікті алсам бола ма? Иә, мінеки, қалған ақшаңыз. планетаның өкпесі деп атайды. Сұлу, ойнағың келмесе кедергі жасамашы. Бір-екі жапырақ қана қой, түк етпей. Өтірік, мұнда жапырақтар үйіліп тұр. Көмектесе алмаймын. Өтініш, шын сатып алушыларға кедергі жасамаңыз. Өзімнің добымды сатып алсам деймін. 3 миллион бересіз. Бірақ менде соншалықты көп жапырақ жоқ. Төменгі бұтақтардың жапырақтардың бәрі таусылып қалды. Онда биігірек шық, Тима. Мен бұған жол бере алмайым. Лала, кешір. Не үшін? Ей, қайтар! Бұл қалай болғаны? Тауарларым, кассам! Мен үйге кірейін. Сау бол. Кешір, Лала, бірақ жалғыз амалы осы. Айтпақшы, Лала қайда? Мұндамын. Лала, онда не істеп отырсың? Қане, түс! Білесің бе, тауарды сатып алушы да жоқ кезде дүкен ойнау өте қиын екен. Сол үшін мен банк ойнауды ұйғардым. Немене? Түкке тұрғысыз ойынға бола ағашты құртуға жол бермеймін. Банкте мүмкіндік әлдеқайда көп. Ақша таратамын, несие беремін және тағы сондай нәрселер. Лала, басқа амалым қалмады. Сен тұтқындалдың. Мен немене? Ей! Осында отыра тұр. Мен папам мен мамамды шақырып келейін. Сұлу, қайт бері. Әйтпесе мен. Әйтпесе не істейсің? Әйтпесе секіре салам. Жоқ, секірмейсің. Секірем. Лала, бұл жаман ой. Секіріп барам. Қане, тоқта. Тағы бір секунд. Өтірік айтасың. Менің дүкенім түкке тұрғысыз емес. Немене? Менің дүкенім түкке тұрғысыз емес. Кеше сөремді күні бойы жасадым. Дүкеніңді түкке тұрғысыз деген жоқпын. Сөрең де әдемі шыққан. Кешір, Лала, сені ренжіткім келген жоқ. Тек сені қалай тоқтатарымды білмедім. Мені тоқтатудың қажеті не? Мен жаман ештеңе істеген жоқпын. Істедің? Жоқ. Иә, сен ойыныңды бұзғаныңды қаламайсың. Өйткені ол сен үшін маңызды. Ал мен ағашты бүлдіргенімді қаламаймын. Себебі ол мен үшін маңызды. Меніңше, ақша ретінде басқа нәрсені пайдаланса да болады. Мысалы не? Мысалы, тастарды. Тастарды пайдаланса да болады. Бірақ тауарларының бәрін қайтарасың. Шаш қыстырғышты да. Келістік. Сізбен істес болу керемет екен. Сондай-ақ өтем ретінде мына жерді жинауға көмектесесің. Күншіктер! Алақай! Күншіктерді көріңіздер. Жазылып, қоңырауды басыңыздар. Көріскенше!